Сәлем, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін үй жағдайында тез дайын болатын пиццаны дайындаймыз. Ең әуелі қамырымызды жайып аламыз. Бізде қамыр дүкеннің дайын қамыры, самсаның қамыры. Орташа қылып жайып қамырды, үстіне майонез, кетчупымызды жағып шығамыз. Самсаның қамыры дайын тестасынан екі бөлікке бөліп, екі пицца шығарып дайындап жатырмын. Үстіне кішкене сырымызды сеуіп, шұжықтарымызды қойып, қызанағымызды қойып шығамыз. Үстіне қиярымызды да қоямыз. Міне. Енді бетіне шамалы сырымыздан сеуіп, міне дайын болды. Енді 200 градуста 35-45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Міне дайын болды біздің пиццамыз. Менің каналым ұнаватса, тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Міне қараңыздар, өте керемет үй жағдайында тез дайын болатын пицца.